Жақсы балалар, амансыздар ма? Қалдарыңыз қалай, жақсысыздар ма? Бүгін сабақта Мұқағали Мақатаевтың шығармашылығын атаймыз. Өткен сабақта қандай тақырып өтіп еді балалар? Кім білесіздер? Қандай тақырып берілді өткен сабақтан? Қалай? Мұқағалидан берілді ме? Мұқағалидың ақылдар ұйықтаған поэмасы оқыдық қой бәріміз, түсіндік пе? Кім айтады? Тақырыбы қандай дейді? Тақырып деген шығармадағы айтылатын құбылыс, оқиғалар. Қандай оқиғалар айтады? Ананың уайымы, баласының ауырып қалуы, сосын оған кімнің ақыл беруі? Тәуіп шағын ақыл беруі. Соның ақылымен қайтеді ана? Міне осындай қасірет оқиғалар қайтеді шығармада суреттеледі. Солай ма? Жақсы. Бүгінгі сабағымыз ары қарай жалғастырамыз. Дәптер ашып жаза қойыңдар, ақпанның 23-і сабақ тақырыбы Мұқағали Мақатаев. Жаздық па? Жақсы, бері қарай. Енді мына топқа бөлініп, енді осы поэма бойынша біз тобымызды атаймыз. Мына бірінші топ адамзат тобы деп аталады. Адамзат. Солай ма? Қасірет келтіретін адамзат қой. Екінші табиғат тобы. Енді осы жерге топтың бір жетекшісін тағайындауымыз керек. Мына жерде кім шарттық сен топ басшысы бол, мына жерде редактор балдарына үшін жазып шығару. Кім мына жерде беруі, сен топ басшысы бол ғой, мына жерде редактор айналдырып жазамын. Аты жөнін бір басты. Десіп тұрайын. Аты жөн жазып. Сабақ қатысып отырамыз. Жақсы балалар. Сабағымыздың мақсаты берайық. Әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін. Сюжеттік желі деген оқиғаның басталып аяқталуына дейінгі аралықтағы оқиғалар. Эпилог. Эпилог деген шығарманың соңындағы автордың өзінің пікірі айтады. Пролог. Пролог деген басындағы кіріспе әңгіме. Осыларды анықтаймыз бүгінгі сабағымызда. Аққулар ұйықтағанда поэмасының сюжеттік желісін, эпилогын, прологын анықтайтын боламыз. Мақсат түсінікті ғой? Бұл мақсатты орындау үшін бәріміз мына тұрған барлығымыз Аққулар ұйықтағанда поэмасының мазмұнын білуіміз керек міндетті түрде. Көпшілігіміз шығарма кейіпкерлерін сипаттай аламыз, идеясын түсінеміз. Кейбір оқушылар орындайды, шығарманың сюжеттік желісін талдаймыз, идея арқылы тәрбиелік мәнін ашамыз. Аққулар ұйықтағанда поэмасы қандай бізге тәрбие беріп тұр деген сұраққа жауап іздейміз. Сабақты мақсат түсінікті ғой? Онда бірінші тапсырма. Топтық жұмыс 10 минут беріліп, міне бірінші топ табиғат тобы. Сіздермен шығарманың сюжеттік желісін анықтаймыз. Неше бөлімнен тұрады деп? Шығарманың желісі басталуы, дамуы, шиеленісуі, шарттау шегі, шешімі. Осы 5 бөлім бойынша сіздер топ-топты талдаймыз. Екінші адамдар тобы шығарманың прологы мен эпилогын анықтаймыз. Сосын дистрикттер. Оқушылар мазмұн арқылы шығарманың сюжеттік желісі мен прологы эпилогын анықтайды. Бағалау, топ басшысы бағалайды. Кім қатысты сабаққа, кім үлес қосты, 3 ұпайдан қоямыз. 1, 2, 3 ұпайдан қоямыз. Түсінікті ме? Емшілерге көмекші үшін мынау кестені көрсетейін. Міне шығарманың композициялық құрылымы. Композиция деген тұр мынау. Пролог пен эпилогтың аралығына дейін. Ол композицияны 3-ке бөлінеді. Пролог, сюжет, эпилог. Түсінікті ме? Енді мына бірінші топ мына сюжетті орындаймыз. Екінші топ пролог пен эпилог. Ол үшін сіздерге қазір қағаз берем. Осы қағазды толтырып беремін. Оқиғаның басталуы мына жерге қарап қоямыз. Сіздерге мынаны жазамыз. Толтыра береміз. Түсінікті ғой? Тақырып қысқа нұсқа болу керек. Шорты сөйлеумен бермейміз. Бір сөзбен немесе 2 сөз, 3 сөзден қысқа тақырып қоямыз. Басталуы қалай тұрады? Дамуы қалай тұрады?
шиеленіс қалай аталады? Шарықтау шиі қалай аталады? Шешімі қалай аталады? Бәріміз үлес қоямыз, бек болды ма? Бағалаймыз қазір тоқпашы. Бірінші топ сенде түсініктіреді. Пролог кіріспе не туралы? Қысқа бір сөзбен немесе екі-үш сөзбен пайдасын жаңа. Прологта тақырып мынадай қоямыз. Бек, кімді танытыңыз? Сен бердің бе өзің? Жеті қазір өзің оқисың ба? Қатсын, сап қатсын. Топ мүшелері қосып отыр ма сендер? Бірінші топ болдық па? Оқиғыш. Болса оқиғыз ал. Бірінші топ кім? Прологынан бастайды. Кім оқиды? Қақын оқиымыз да? Оқиды. Пролог болдар. Кіріспеген бөлімге қандай тақырып қойылып екен? Тыңдайық. Жетім көлдің сұлу табиғаты деп қоямыз, я? Жетім көлдің сұлу табиғаты деп қоямыз. Жақсы отыра қой. Екінші топ. Оқиғаны басталуы. Оқиғаны басталуы жетім көлдің сұлулығы. Бірінші басталуын айт. Жетім көл сұлулығы. Бұны біз басталуына қоямыз ба, прологқа қоямыз ба? Жетім көлдің прологқа қоямыз, жетім көлдің суретін біз прологқа қояды екенбіз. Басталуы қандай оқиға болуы мүмкін? Оқиға неден басталады? Қалай? Оқиға неден басталады? Табиғатты суреттеу бұл пролог. Оқиға қай жерде болады? Қандай жерде болады деген сұраққа жауап беріп жатыр. Оқиғаның бастауы неден басталды? Әттегенде. Мына қасіретті әкелуге не себепші болған? Баланың несі? Ауруы. Оқиғаның басталуына баланың ауруы деп жазды. Баланың ауруы. Екінші, оқиғаның дамуын кім оқиды? Оқиғаның отырады. Қалай? Науқас баланы біз бірінші басталуға жібердік. Екінші нені болды? Екінші саланы болды. Оқиға баланың ауруымен басталды, енді дамуына не себеп болды? Оқиға күрделену үшін не себеп болды? Тәуіп шалдың несі? Әңгімесі. Тәуіп шал не қылып еді? Аққумен аласта балаңды деп жазды. Демек, оқиғаның дамуына тәуіп шалдың әңгімесі деп жазамыз. Үшінші бөлім. Оқиғаның шиеленісі болды. Ананың шешімі, я? Жақсы. Бола ма, бөлімдер? Болады. Жақсы. Келесі. Оқиғаның шарықтау шегі. Кім келесі? Шарықтау шегі. Шарықтау шегі. Ненің қасіреті? Ненің қазасы? Аққудың өлімі, немесе аққудың қазасы деп жазылып екен. Дүзет, аққудың қазасы. Аққудың қазасы деп жазылды. Қазір керек болады, екінші тапсырмасында түзетіп отырыңдар. Аққудың қазасы. Оқиғаның шешімі кім оқиды? Сонда оқимыз ба? Қайсыны оқисыңдар? Оқиғаның шешімі. Аққудан айырылған жетім көл
Tağını dip koyup oladı. Көмектесеміз бе? Шешім. Не болды ең соңында нүктесі не болды? Баладан айыру. Баладан айыру деген не деген сөз? Ананың несі? Қасіреті, ананың қайғысы екен. Шешім ананың қасіреті екен. Болды ба? Пролог. Эпилог. Эпилог қайтын. Анасының өлуі ананың өз қателігін түсінуі, жетім көрге аққулардың қайта айналып келуі. Осының бәріміз эпилог оқысаңыз ба? Біздің көз алдымызда эпилог деп тұр. Солай ма кітапта эпилогта не айтады? Жетім көлге аққудың келмей қалуы, манағы айғай-шудан кейін, мылтықтың атысынан кейін, адамдардың азапқорлығынан кейін аққулар көлге келмей қалды. Осы мазмұнды бір сөйлемге қысқа бір екі сөзді сыйғызып айтуымыз керек. Эпилогқа не жазамыз? Жетім қалған, жетім көлде тақып қоямыз. Эпилогқа жазып түзетеміз. Жетім қалған, жетім көлде. Нашар, балғазауырдан айтықтарын осы нашар. Жазабай тақырып тұрасыз. Сонымен, еске түсірейікші айтқанымызда. Пролог деген не болды? Оқиғаның кіріспесі. Қайда болып жатыр, қандай жерде болып жатыр, қандай мекен, бұл жетім көлдің суреті. Екінші, оқиғаның басталуы неден басталады? Баланың ауруынан басталады оқиға. Дамуы не? Тәуіп шағын әңгімесі әсер етіп кетті. Тәуіп шағын болмағанда мүмкін анау жетім көлде бармас деп, мүмкін ақуды атпас деп, ақуды атпаса бала өлмес деп тірі қалады. Міне тәуіп шағын әңгімесі оқиғаны дамытып кетті. Шердің суы шарасыз ана шарасыздан қайтты, ақуды артты. Шарықтау шерді ананың аңғалдығынан, аңқаулығынан, тәуіпшауға сенгендігінен қайтты. Шешімі шешімі не болды? Оны біз эпилогқа жаздық қой. Оқиғаның шешімі не жаздық? Баладан айырылған ана деп. Эпилогқа жетім қалған. Міне біз бүгінгі сабағымызда шығарманың композициялық сюжеттік құрылымын жазып шықтық өзімізше. Солай ма? Ұмытпаймыз ба? Ұмытпаймыз. Енді баға көшімен барып қайып жүрген топқашылар. Кім қалай қатысты? 3-ке дейін, 1, 2, 3 кезет алшы. 3-ке дейін, ең жоғары 3, ең төменнен 0, сосын 1, 2, 3. Қатысуына бағамыз. Енді қалай қыламыз? Екінші тапсырма қалай қоямыз? Жұптық жұмыс бағанда 10 минут берді. Міне, пролог, басталу, даму, шиеленісу, шарттау, шешім, эпилог. Осыған шығарманы үзінділік келтіреміз. Мана қандай тақырыптар қойдық, сол тақырыпты ашатын бір шумақ, немесе 2 шумақ жазамыз. Түсінікті ме? Сіздерге қағаз беріп, мына екеуін шығарманың басталуын жасасыңдар. Екеуін шығарған балын мұна аржық жазасыңдар. Кім шиеленісіп жазасыңдар. Шарттау, шиелен жазып екеуін. Оқиғаның шешімін жазып екеуін. Эпилог жазыңдар. Үзінді. Бір шумақ, 2 шумақ. Қалжыңы түсінді ме?
қандай тақырып берді саған? Шарттау шегін жазамыз деп үстінде тұрмыз болды. Кім микрофон жазсына? Микрофон жазсына, жұмсасын. Son iki şuna özürlük salgıdır. Buradan bir süre düşünmesin, sınırcımız. O ikinci tavsiyelerine жұмысы мен бағалаймын. Болған топ, алға жұрттар жауап береміз. Болдық па? Надой? О, бір жұп дайын. Сосын. Мен өл, толған ба? Қалай? Дұрыс, мысал да, мысал дәлелде. Оқиғаның басталуына мысал келтір. Дұрыс жазатқан жаза бастай бер. Бір жұп болды. Ақан болдық па? Екі жұп болды. Шаптық. Бұға сатымды олы. Кім ермесін? Кім? Көбейсін. Мұхаммедова екі болды да. Бек, не отырмыз? Қонақ кеттік пе? Қонаққа келген жоқпыз. Болдық па? Үш жұп болды. Оқиғаны басталуы кімде? Кім сендер ме? Жұлдыз? Кімде? Бер, кім оқиды? Жақсы балдар. Жақсы. Болды, уақыт болды. Болды. Тоқтатайық. Енді сіздерге жаңағы мына бөлімдердің бәрі берілді, иә? Осынша қалып қалған ғой ма? Оқиғаның басталуы жалпы ба? Кімде? Жұлдызда. Баға ма? Сендерде. Шиеленісі ме? Сендерде. Шарттау шешімі? Шешімі? Эпилог? Енді мына пролог қалып қойды. Прологқа мына оқиға қайда болып? Жетімгөлде ол. Жетімгөлден таудың үстіндегі ең шыңындағы тұрған көл. Автордың өзі таң қалады. Мынау қайдан пайда болған көл? Төбеде көл бола ма деген сияқты. Осы көлді егер мекендейді, аққулар мекендейді. Мекендеу қалай? Қандай? Тыныш, сабырлы, бейбіт. Солай ма? Табиғаты таңғажайып. Міне бұл суреттен прологта айтылады екен мысалы. Енді ары қарай басталуын. Басталуына мысал. Таусынша? Таусынша. Бала жатыр төсекте ауыраған, әке жатыр дегенде
Осыны басталуға жатқызамыз ба, мына не бердік? Басталуы. Жұлдыз басталуына не жазып едік? Не айтып едік мына басталуына? Баланың ауруын жазып па? Жақсы отыр. Екінші, дамуы. Bana kunduz davuşan edepketli elde böcek aydışın deyimketli. Akılmen balan ağızlarla dedi dağla caymen cömeketli. Жақсы отырған бұл оқиғаның дамуы екен. Шиеленісуі. Білмей қалдым, атылғаны көз алдым, үстіне ақылғаны. Білмей жаңа жақтан шыққан үстіне тұрғаны тежешімді сақлағаны. Үйіп көзін ағын астайын жер айналып тауып аспауын шықты. Жақсы отырған. Бұл сәт қандай сәт? Оқиғаның шиеленісу кезеңі. Ана қайтты? Атсам бекен, атпасам бекен. Атсам обал болады, атпасам балам өледі. Қайсы жақын маған? Ақыл жақын ба, бала жақын ба? Бала жақын. Сол себепті ол жасады. Оған жолдасы баланың әкесі тәртімен болады. Бүкіл ел сыйлаған, бүкіл ел құрметтеген, қастерлеген құсты мен қалай атамын? Мен оған жаным дәтім қалай барады? Деп әкесі үйде қалып қойды. Міне бұл оқиғаның шиеленісіне уақыт болды. Шарықтау шиеленімде. Даусын шығар. Тау жаңар, маша, қыстың әні. Ошайтысы күлменен үшті бәрі. Көргенде жаралақ қол ұшағымайды. Ұшпақ болып қышқылады. Жақсы тұрған. Тек бір аққума зардап шеккен? Жоқ, баласы. Баласы да, аққудың анасы да зардап шекті. Одан бөлек тағы нелері зардап шекті? Бүкіл аққу зардап шекті. Қалай зардап шекті олар? Біреуіне оқтай өлді, біреу баласы өлгесін ода жаралып көңілі. Үшінші, бүкіл аққу қайтты, мылтық атылғасын. Шошып, қашып кеткен екен. Бұл оқиғаның шарықтаушы шешімі кімде? Есіне алып кетуде баласында, еріп жатқан оған қарасында. Қалсын ана жердегі жағасында, өлім тірінің арасында. Ана үйге келгенде қандай оқиғаға тап болады? Баласының төсекте өліп жатқандығын тап болады. Бұл сурет көз алдына нені алып келеді? Айдын көлде өліп жатқан аққу мен ақ төсекте өліп жатқан баласының екі сурет қатар келіп баланың ананың көзіне. Түсінікті ме? Бұл оқиғаның шешімі. Не түйеміз? Не түйеміз осы оқиғадан? Қандай тәрбиені, қандай жақсылық аламыз? Біреуге қиянат жасадық па? Ол қиянат қайтеді? Өзімізге келеді екен. Біреуге қиянат жасамау керек. Біреуге қиянат жасаса, ол қиянат қайтеді? Өзімізге қайтып келеді. Сондықтан автордың айтайын деген ойы, біреуге қиянат жасама, табиғатқа қиянат жасама деген сөз. Эпилог, консистентный оқиға. Орнында екен жетім көл жоғалмақты, ортаймақты немесе тоғалмақты, жағалауын жауыпты жасы жалғыз, қасиетті аққулар оралмақты. Жақсы отырған. Неге оралмайды? Неге оралмайды? Жетім көлге неге оралмайды? Шошынған. Бір нәрсені білдіріп алсақ, орнына келе ме?
бір нәрсені сындырып алсақ, онына келе ме? Келмейді. Бір-бірімізді ренжітсек, ол адам екіншілей саған көңілі тура ма? Сондықтан бір нәрсені білдіріп алмауға тырысу керек. Жетім көл деп неге айтқан ол? Өйткені ол жер жетім, ол жерге ешкім бармай, аққулардың мекенен аққулар келмейді. Сол секілді жетім болған. Мысал келтіре алдық па? Оқиға түсіп жатырмыз ба? Үшінші тап. Айтпақшы мен сендер ұмытпадым, қазір бағалаймыз. 3 ұпай. Ақырға 3 ұпай жақсы қатысты. Әңгімені саған 2 ұпай қоямын. Нұрасылға 3 ұпай қоямын. Көбейсінге 2 ұпай қоямын. Шаттыққа 3 ұпай қоямын. Айдосқа 2 ұпай қоямын. Кейіңіз қайда? Мына жерде Мұхаммедамин 2 ұпай қоямын. Нұрдәулетке 3 ұпай қоямын. Бетке 2 ұпай қоямын. Сұлтызға 3 ұпай қоямын. Ұлдайға 2 ұпай қоямын. Меруетке 3 ұпай қоямын. Осымен екінші тапсырма аяқтап, үшінші тапсырма. Ақтың орындығы деп аталып, 10 минут берді. Ананың орнында болсаң, сендер не істер едіңдер? Әр оқушы өзінің кейіпкер ананың орнына қойып, не істейтіндігін айтасыз. Оған 4 ұпай. Міне автордың орындығы деген мынау. Ортаға келіп, ана ол, ана не істейді? Соны айтасың. Ананың орнында сендер не болсаңдар, не істейсіңдер? Атамыз ба, атпаймыз ба ақтуды? Кім шақты? Кім? Мынасы жүрші. Ананың орнында ананың орнында болса не істерсің? Балаң ауырмады, тәуіршап айтты, аққумен шықпады, сен қайтесің? Аққуды өлтірмейсің, баланы емші батасың. Тағы, аққуды өлтірмей, баланы емдейін. Қалай емдейсің? Енді тәуіпшақ елім айтты ғой. Ол уақытта деген медицина, больница, аурухана деген жоқ қой. Укол салып, дәрі береді деген жоқ қой. Ол уақытта қазақ әне, ұшықтау, аққудың денесімен алыстау, қойдың терісіне орау, немесе қойдың құйрық майын жағу деген сияқты. Не істейсің ұшықтау? Немен шықпайсың? Қазақта қандай әңгіме бар? Қазір айтамыз сен асықпай. Немен ұшпаймыз? Жерден топыраға, суға езіп, әжелеріміз суытып шашып жатыр ғой, көз тимес, сөз тимес. Сосын осы кісінің көзі барау деп, сол кісінің үйінің алдына топырақ алып, сонымен ұшықтап жатыр. Сен қайтесің? Тыфай, суп деп ұшықтайды, жақсы отырады. Тәкім, нұрға бүткесін. Әжем бара сен білет жақсы кен. Сен ананы орта болсаң, сен естер едің. Мен ананы орта болсам, аққуды атпаймын. Атпаймыз? Өзімізге емдеуге жазсам. Қандай емде пайдаланасың? Күйікшілерді шақыртасың. ақыл Ақыл естірсің, өте жақсы. Жақсы отыра өте жақсы. Тәкім айтады, ақыл айтады. Келші. Келші. Қандай жол іздестіңіз? Қандай жол енді қандай жол? Мысалы бір салқын тиген ауруларды бір малдың терісімен орап буға салады де. Немесе салқын тиген іші ауырып адамдарды ыстық су құйып буына аяғын батырып отырғызып
қайда немесе ыссы су бар ғой ағылатын далада соған барып ыссы суға түседі ауру демеу үшін сондай әдістер көп қой сен не істейсің енді бұл өмір ғой өмір болғасын ондай жағдай бәріміздің басымызда келеді сондықтан жаңа ана сияқты қате жолға түспеуіміз керек біз дұрыс оң жолға түсуіміз керек жақсы мына топтан мына топтан басқа ешкім шықпады мен өзі айтасың қазір Алина сен осыдан сейчас мен ананың орнында болсам топке бармай басқа сөйлем қандай ем жаңа нұрдәулет айтты үлкен кісілерден ақыл сұра бердім деп сен не істейсің немен шықпайсың мысалы басымызды жаға соғылсақ әжелеріміз алса бір жерге дейді түкіріп немесе жерде құлап қалсақ құлаған жерге барып шықпайды немесе батып бара жатқан күнмен шықпайды шығып бара жатқан таңның нұрымен шықпай жатады сен немен шықпайсың күнмен шықпаймыз дұрыс күн батып барып қызарып батып бара жатқан уақытта әжелеріміз шықпай жатады осы күн батқан күнмен кетсін ауру деген ойменен жақсы қалай тапсырсыз аққудың қасына барамда үстінде балам жазылып кетсін деп жаңағы ұшықтаймын аққудың қасына жақындатам ұшып кетеді ғой қашып кетеді жоқ аққу енді жақындатқан қасына барамын ғой қасына барасың дұрыс баламды алып барамын да балам ауырып жатыр ма қалай алып барасың қызы балам ауырып жатыр құсып жатыр іші өтіп жатыр жүре алмай баланы апармай аққудың қасына барып ұшықтайсың құдайдан тілеймін дұрыс айтасың мен баламды жазылта көр ауруын келтіре көр деп тілейміз өте жақсы тағы айтарымыз бар ма жақсы енді осы бойынша мен сендерге ұпай қояйын төрт ұпай болады ақынға төрт ұпай қоямыз нарашылға төрт ұпай қоямыз көбейсін шыққан жоқ Альминаға төрт ұпай шаққа төрт ұпай айдос шыққан жоқ мына жерде Мұхаммед Амин шыққан жоқ Нұрдәулетке төрт ұпай шыққан жоқ жұлдыз шыққан жоқ ұдай шыққан жоқ меруертке төрт ұпай енді ойымызды айттық енді қалай регрессия бар шығарманың композициялық құрылысы деген не ол қандай кім айтады манағы неше бөлім еді бес бөлім бе бес бөлімді көрсетпеді ма сендерге композиция жеті бөлім кім айтып шығарды маған жеті бөлімді бастан бастап аяғына сюжет айтылған жоқ композиция айтты маған композицияны айтты композицияның ішінде пролог сюжет эпилог жатыр сонда балалар жеті бөлім бар біріншіден пролог екінші оқиғаның басталуы дамуы шарықтау шегі шешімі сосын шиелі соған қой сосын ең соңында эпилог осы жеті бөлімді ұмытпау керек эпилог деген не онда не айтады автордың өзінің соңғы айтайын деген пікірі манағы жетім көздің жетімсіреп қалғаны олар келмей қалғандығын айтады оқиғаның сюжеті неше кезеңнен тұрады кім маған тұрып айтып береді осы сюжеттің кезеңі мана композиция сұрадық қой енді сюжеттің кезеңі кім айтып шығар айтып сеніңші бес кезеңнен тұрады сюжет бірінші міне басталуы сосын дамуы сосын шиеленісуі
шарттаушы алжамайды. Сосын шешімі. Вот, енді балдар кейір байланыс мен сендердің телефондарыңды алып, телефондарыңа сілтеме жіберемін. Ашын, мен жақын қосып берді. Қазір сілтеме жіберемін, сол сілтемеге кіріп. Тездетіп ашын. Ашындар ма? Мына жерден көрінбейді екен ғой, ма? Мына жерден көрінбейді екен ғой, жақсы. Сілтеме бәрі ме, бар ма? Ашыншы. Ашынды ма? Бар ма? Сілтеме бар ма? Ашынды ма? Кері байланыс деген бар ма? Сұрақтар барлығын толық түсіндім. Толық тұратын жерлерім бар. Еш нәрсе түсінбедім екен. 3 жауаптың біреуін мына плюс деген тұрма астында қызылмен плюсті басасыңдар. Қызылға бармай ма? Тема деген шықты ма? Темаға жазасыңдар мана 3 түрін. Түсіндім, жартылай түсіндім, түсінбедім. Ол маған келіп түседі деген қарай тұр. Haydi telefondan alınız. Yaşıyor değil mi? Kim живет по будущему? Şartlı живет? Kim живет değil mi? Haydi. Тема деген шығар, темаға жазайын жаңа түсіндім, не түсінбедім де жағдай түсіндім. Кімден не жұмыс? Кіммен көрді? Жібердің бе? 3 адам жіберді? Кім Мұхаммед әлі? Төрт адам жіберді? Кім жіберді сен? Ашынға. Айда сенің телефон бар ма? 5 адам жіберді. Sen başına. Bir ölçülü de olsun. Kimsin orada? Jackson. Siz de bakalım söyleyin. 74'te Muhammed Emin Yusufay, Nardavli 10 pay, Bek 5, Жұлдыз 6 pay, Ұлдай 5 pay, Медведь 10 pay. Өте жақсы. Бірінші Ақан 10 pay, Нұрасыл 9 pay, Көбейсі 3 pay, Альбина 7 pay, Шат 10 pay, Айдос 3 pay. Жақсы балалар. Бүгінгі сабақтан түсін қаншалықты алдық материал алдық па бұны? Композиция не екенін түсіндік, иә? Композиция 7 бөліктен тұрады. Пролог, сюжеттің 5 бөлігі, эпилог 7 бөлімнен тұрады, иә? Бұл құрылыс болмай, көркем шығарма болмайды, иә? Сонымен ақылды өлтірдік, баланы өлтірдік, не түсіндік, автордың айтайын деген ойы не болды сонымен? Ақыл қасиетті қос, бұл табиғаттың өкілі. Сосын жалғыз қасиетке байланысты емес, жалғыз біреуге не жасамау керек? Қасқандық, жамандық жасамау керек. Өлмесе айтамыз ғой, ақыл аңызды айтып отыр бізге, халық арасында аңызды айтып бізге сабақ қылып көрсетіп отыр. Бұл жерде ананың аңғалдығын, аңқаулығын, шарасыздығын көрсетіп отыр ғой. Баласы ауырып жатқан адам ештеңе ойламай тұр ғой. Тек біреу айтты ма, тәуір айтты ма, тәуір
Бәріміз де солаймыз ба? Емші айтса соны жасаймыз ба? Ой, Ташкентте бәлендей кісі бар екен, шөп береді екен, шөп бермесе жазар екенбіз десе Ташкентке барып келеміз ғой. Сол сияқты ана ештеңе ондан бір қарайды. Демек, бұл шығармадан біреуге қастық қылуға болмайды. Әсіресе мына табиғатты қастық қылмауымыз керек. Сендер аралдың жағдайын көріп жүрсіңдер ме? Аралды құрттық па? Орнына келе ме енді арал дегізді? Орнына келмейді. Мана аққу жетім күннен кетіп қалған сияқты арал орнынан қайтып келмейді. Немесе Каспий теңізі қазір азайып жатыр ма? Ол қалпына келуі мүмкін емес. Сондықтан бір нәрсеге зиян келтірмеуіміз керек дейді. Аққумен ұшықта дейді. Кітапта бар ғой? Жақсы, үйге бардай тапсырма. Аққу кейбір құс тақырыбында есін жазып береміз. Жақсы ма? Жақсы.